Ай оғлым, қандай кітап оқып жатырсың? Мен Төлен Әбдікұлының «Он қол» шығармасын оқып жатырмын. Мен бұл шығарманы енді оқып бастап жатыр едім. Сен бұл шығарманың сюжетін білесің бе? Әрине, бұл кітапты оқымаған жан жоқ шығар. Әкесі қызының өзін өзі бірнеше рет қылғындырып өлтірмек болғанын айтты. Маңындағылардың араласуымен аман қалған. Бізде мұны ішкі тұлғаның екіге жарылуы деп атайды. Яғни бір дененің ішінде екі түрлі жан иесінің кезектесіп не қатар өмір сүруі. Аты Алма екен. Біздің бөлімшеге келгеннен кейін мен Алманы жеке бақылауға алдым. Тұйық, ешкімге қосылмайды. Расы керек. Бұл әңгімені оқып болған соң өзіңіздің оң қолыңызға күмәнмен қарай бастайсыз. Бірақ шығарма кез келген жанды баурап, есіне ұзақ қалатынына сенімдімін.